Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен sport жаңалыктары видеоны бастамас burun арнага тиркелип, видеога лайк басууду унутпаңыздар. Эң соңку жаңалыктар тек гана бизде болот. Акчаларны түкүргеним бар. Казак чемпиону маалимдеме жасады. Орта салмакта WBO және IBF чемпиону Жанибек Алимхан уулу келесі карсыласына катышты жагдайын түшүндүрдү. Шираз үндемейди. Жаңалык күтүп отурмуз. Сонымен коса Адамистин жекпе-жек өткүзүү үчүн жұмыс жасалып жатыр. 5 саур мен Ануэль Нигамесин каршы жекпе-жек өткізем. Бары келесі аптада белгілі болады. Ларада үнсіз деп жазыпты Жанибек Facebook желісінде. Сонымен бірге қазақ боксшысы басты мақсатты титулдарын екенін нақтылап өтті. Жігіттер, менің уақытым келді. Мен орта салмақ патшасымын. Ақшаға түкіргенім бар. Маған менің титулдарым керек деп жазыпты Алимхан уулу Twitter желісінде. Бокс аңызының ұлы Жанибекпен жекпе-жекке келісті. Америкалық боксшы кіші Шейн Мазли орта салмақта WBO чемпионы Жанибек Алимхан уулумен жекпе-жекке шығуға дайын екен. Мазли титул үшін айқасудан бас тартқан британиялық Хамза Шираздың орнына басуға келісіпті. Шейн WBO рейтингінде 3-ші орында тұр және келесі жылдың басында рингке шығуға дайын. Кейінгі рет ол шілде айында Дензел Джейкбоспен жұдырықтасып төрешілердің шешімімен жеңіске жеткен. Сонымен қоса, ол карьерасында Геннадий Головкинді тағы бір қарсыласы Габриэль Расадонды да жеңген. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады, достар.